everyone, барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бір қызықты оқиға туралы айтайын деп едім. Кеше бір қызық жағдай орын алды. Сағат түнгі 2-лерге дейін мен ұйықтаған жоқпын. Енді анда-санда ондай жағдайлар болады. Сіздерде болатын шығар мүмкін, телефон шұқылап, Instagram, TikTok дейді, сол каналдарды, сайттарды қарап отырып, ұйықтамай түнгі 2-3-ге дейін отырып қалдым. Содан кейін телефон шұқылап жатқан кезде бір дауысты естідім. Тарс еткен дауыс естідім. Кәдімгі есіктің былай ашылып жабылған. Мен в шоке, шынын айтсам, ондай нәрсені ешқашан естіп көрмегенмін. Кәдімгі в шоке болдым. Үйдегілердің бәрі ұйықтап жатыр. Мен ойлап қалдым, бұл ұры шығар деп ойладым, шынын айтсам. Содан кейін барып сразу тұрдым да. Бір жағынан ойлап қоямын, 102-ге хабарлассам ба, милицияға хабарлассам ба деп. Содан кейін барып мен бұл бөлмеге келген жоқпын. Мен негізі осы бөлмеде дыбыс шықты. Осы бөлменің есігі детский деп атаймыз, бұл балалардың бөлмесі. Ал өзім жағы залда жаттым. Сөйтіп оқтауды алып алдым мен. Да, оқтауды алып алдым. Қазір ұры келсе мен ұрамын деп жаңағы оқтаумен. В общем, былай мен оқтауды алдым. Сөйтіп оқтаумен ұрыма мен оқтауды алдым, сөйтіп оқтаумен жаңа ұрыны ұрмақшы болдым. Бір жағынан 102-ге звондауға дайын болып тұрдым. Содан кейін барып фонарикті жағып алдым да, сөйтіп тексеріп шықтым. Сөйтіп ешкім жоқ. Мен ойладым, мына балконнан, біз 2-ші этажда тұрамыз, сол балконнан келіп ұры келіп біздің үйде ұрламақшы ма деп кәдімгідей жаман ойларға кетіп қалдым. Көршілерде бізде ер адамдар бар, мүмкін солар шығар деп әртүрлі ойға кеттім, шын айтсам. Түсіндім, бұл ұры емес екен, бұл ештеңеде не үйде ондай домовойлар жоқ етін мысалды. Бұрынғы үйде бірақ бір жағдайлар болатын, тылсым дүниелер деген сияқты. А бұл үйде бізде ондай жоқ. Сосын мен ойға кеттім, сөйтіп жаңағы нені қосып қойдым, Бақара сүресін қойдым, қатты қосып қойдым. 1-2 сағаттай тұрды сүре, содан кейін барып тынышталды, шынын айтсам. Сіздерге айтарым, достар, бұл үйге кіретін кезде, мысалы, туыстарыңызға, балаларыңызға, кім әйеліңізге, күйеуіңізге айтып қойсаңыз болады. Әлбетте үйге кіретін кезде, есік алдына кірер кезде бисмилла деген сөзді айту керек. Өйткені бізбен бірге пәлекеттерде кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан үнемі айтып жүріңіздер. Калима айтып жүріңіздер, және де бисмилла деген сөзді үнемі айту керек. Сол кезде сізбен бірге жаңағы пәлекетте кіріп кетпейді. Жалпы сондай жағдай болды. Мен өзім әлі де в шоке, сондай бір түрлі состояние деп отырмын. Үйдегілерге де айттым, үйдегілер де бәрі таңғалуда, шынын айтсам. Сіздерде осындай жағдайлар болды ма? Комментарийге қалдырып кетсеңіздер, мен әлбетте оқимын, және де сіздерден лайк күтемін. Қазақ тілді контентті біркелікті қолдайық.